Армысыздар, құрметті ата-аналар, құрметті біздің қадірлі қонақтар, оқушылар, ұстаздар. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні қарсаңында ұлы мынау мемлекетіміздің, Қазақстан Республикамыздың босағасы берік болып, шаңырағы биік болып, әлемдегі ең мықты мемлекеттердің қатарына ену үшін ең бірінші бізге мынау еліміздегі бейбітшілік, тыныштық, әрбір отбасыдағы бақытты отбасы, ата-ананың құшағындағы бақытты балалық шақ бізге қымбат.